Selam dostlar, selam ben Julay Tokabaka Art. Mening kanalıma hoş geldinizler. Bugün bizde jurnal serial taqribi zombi virus. Buni mening подписчикам qaladi, so'sin men osmonda tushirib turman. Men videoni boslayman. Aytmoqchi, video boslamay turib mening kanalıma kelib, like bosib, tag'i qo'ng'iroqda boshqalarni qarab turman o'tinaman dostlar. Endi men ko'p so'zmay boslayman. Qo'y turayın men. Otağası tursayım. Turib atırım. Bet oğlum жүк келмен, тамақтайын дейін. Тамақтайын ба? Дайын. Қызымды оятып келейін. Қызым, тұрсай, бүгін сабаққа баратын есінен шығып кетті ма? Анашым есімде. Bet oğlum жүк кел жаным. Жарайды. Міне келдім. Тамағыңды жеп ал. Тамақ жеп болсақ, енді мына жерді жинап, телевизордан жаңалықтар көрейік. Келсемін. Сен де телевизор қоса беріңдер. Жаңалық болып жатыр ма екен? Болып жатыр. Қазір ғана басталды. Жарайды. Саламатсыздар ма? Сіздермен бұған әдеттегідей орт санасы. Бүгін бізде жаңалық айтатымыз, өте қорқынышты жаңалық. Бұл қандай жаңалық? Бұнда қандай жаңалық? Шымкент қаласында бір адам бар екен. Біздің қалада айтып тұр ғой. Бір адам өз тәжірибесімен жаңа дәрі ойлап тапқысы кепті. Бірақ оның тәжірибесі аз болғандықтан, оның ойлап тапқан тәжірибесі нашар болып, вирусқа келді. Соттан адамдар біртіндеп жойыла бастады. Және бір түрлі адамға айнала бастады. Сондықтан сіздерді далаға шықпауларыңызды сұраймын. Өлі не дейтін ау? Сен қалай жұмысқа барасың? Сол түсінбей тұрмын де. Қой, бұл өтірік, өшір телевизорды. Болды, сен жұмысқа бар, сен мектепке бар. Болды, өшір телевизорды. Ой, бір күшті жаңалық тыңдап жатқан еді. Не қылдың? Бұл жаңалық өтірік. Қақты өзің әшейінде шын деп. Болды, сенбейтін болдым. Болды, көп сөзбейді. Жұмыстарыңа барыңдар, мектепке жұмыстарыңа. Барамыз. Әкешім, жолымыз болсын. Сен мектепке обедте барасың, Мә, таң атыпты ғой. Тұрайын. Так, мен бүгін не кисем болады? Мен бүгін осыны кием. Бүгін күн әдемі болып тұр ғой. Анашым, әкешім тұрды ма екен? Анашым, әкешім, не істеп жатырсыздар? Қазір жаңалық қосайын деп жатырық. Онда мені көрейін? Көре бер. Саламатсыз ба, сіздермен болған мен Аскарт анасы. Бүгін бізде жаман жаңалық бар. Қандай жаңалық екен? Бір тәжірибесі адам өзінің өте күшті тәжірибесін ойлап табайын деген, бірақ оның тәжірибесі дұрыс шықпай, жаман вирусқа әкеп тосты. Сосын адамдар бірден өзгере бастады. Сіздерден Шымкент қаласындағы адамдар далаға шықпауларыңызды ұсынамын. Ойбай, не дейді? Далаға шықпасақ немене? Үйде қамалып отырамыз ба? Жұмысымыз бар. Қызымыздың мектебіміз бар. Қой, өйтіп айтпаңдар. Анашым, жаңалықты ашын ба? Жоқ қызым, шын емес. Қазір мен шай тамаға келем, отыра бер. Мә, бүгін торт жейміз ба? Нақта шай ысып жатыр. Шай ішеміз, ақша ішейікші? Қазір шай қайнап қалғанша сүт пен шай әкелейін. Міне ысып қапты. Қазір бәріңе құйып берем. Так. Тамақтарымды тауысып қоятын болыңдар, жүре ма? Ал, ас болсын бәріне. Мә, мына күшті ғой, мен ең сүйікті бәлішім.
десем де болады. Анашымнан ішіне розбиін алып беріңізші. Мә. Рахмет. Розби менен күшті светім. Анашым, мен және жаңалықтағын әлі ұмыта алмай жатырмын. Ой, қызым, өтіріктер, шай ішіп жатқанда ондай нәрсені айтпашы. Нервім кетеді. Сен әбетте барасың не сабаққа? Я, анашым, қайта сұрай бересіз, әбетте барасың ба, әбетте барасың ба деп. Бұл енді жай сұрап қалым ғой. Жарайды. Дастархан жинап қоясыз, жарай ма? Я. Дастархан не маған жината береді. Анашыма кешін қайда кетіп барасыздар? Біздің бір шаруамыз болып қалды, сол бір шаруамызбен кетіп барамыз. Үйде өзің әбетте сабаққа кете бересің, жарай ма? Жарайды. Жарайды. Онда үйде білгенімді істеймін. Ойбай, тұрайын мектеп қой. Ой, бір әбетке өтіп еді қой. Басым істемей жүрші мен. Ах, үйде не бар? Тарек алайық, салайық. Қарны ашып кетті о. О, тауық бар екен, ой, бірақ мен пісірамаймын. Да, біз осыны жейміз. Нені қара? Фуй. Бірақ жеуге амал жоқ. Де ата-анам кетіп қалған, енді өзім үйде жалғызбын. Осыны жеуіме тура келеді. Мен шай демдей алмаймын, сондықтан су іше саламын. Жаңалық көрейікші. Саламатсыз ба, сіздермен болғанмен. Орт санасы бүгін бізде жаман жаңалық. Қандай? Шымкент қаласында бір ақын өзінің бір тәжірибесімен бір емді шығарғысы келген, бірақ ол ем болмай қалып, вирусқа әкеліп соқты. Сондықтан қаланың бәрін біртүрлі адамдар басып жатқандықтан үйлеріңізден шықпауды сұраймын. Шымкент қаласы дей ма? Біз тұрып жатқан. Не знаю, жаңалықты өтірік айта береді ғой, өшіре салайыншы. Қой, мен ойнайын. Так, кеше мен 50-ші невілге бердім, соны бітіріп тастайын. Ат, той, мына. Ұйқым келіп жатқаннай. Ұйықтайыншы. Азан болған ба неме, түнімен компьютер шығарғам. Болмады ойын. Түнімен ұйықтамаппын. Ұйқым келіп жатыр. Бүгін үшін сабақ қойды. Сабағымда да орындамадым. Анашым қайда кеткен? Маңызды емес. Неменен о? Отыз қамаған бейді. Так, үйде бар екен бір бәлелер. Анашым дайындап кеткен да. Жүзім жей салармын, су қойып алайын. Так, ойбай. Тойып алдым. Енді ойынға көшейін. Бірақ ұйқым келіп жатыр. Той ойыннан дедім басым ба. Ұйықтаймын. Қозып, сабаққа барасың. Бір мен сенің соңын көре салайын. Мә, бірақ сағатың қалды ғой сабаққа. Барсай сабаққа. Не? Мә, кешек барасың. Бүгін сабақ болмаса кешіккен. Қазір. Бол, мынаны өшірем. Бол, киімді ауыстыр. Я ауыстырып жатырмын. Дайынмын. Болды, дайын. Зато мектебім алыс барып кетті. Телефонда балайын. Не, телефон шылап тұрасың ба? Қазір Лизаға звондап жатырмын. Бұл Лиза звондап. Алло, Лиза, не істеп жатырсың? Қазір киініп шығып баратырмын. Мен де шам қалдыңнан. Шыға бер. Болса шығып қойыпты ғой. Келе атырмын, той бір. Келетін, кет баратырмын. Сабақтан 5 келетін бол. Келем. Давай.
нерв. Мені үйге көрші келген ба не? Көршімен танысу керек. Кейін танысамын. Кәз шығып барам. Бұл 60-шы небірден қалдым ба сонымен? Сағат та болып қапты. Мектеп киіммен ұйықтап қаптым. Мектеп киім кір болып қапты ғой. Душ киім киіп бара салам онда. Апай ұрысып барсыз енді. Сабаққа кете берсем бұл адам планшетті кете салайын. Айдос шықты ма екен, Айдос нені барайын? Айдос тым тұрыз қой, Айдос. Ой. Шуштың ғой мені. Сен мені шуштың. Істеп жатсың. Қаяқта формаң? Вообще-то сенің формаңшы. Я просто менің формам кеп жатқан екем, сосын кіріп қапты, сосын дышем кие салдым. Сағат неше? 1:30 болды ғой, сен әлі киінбепсің. Газ кес киіп шығам. Ұйықтап кетіптім ғой. Мен де дышы киімді кие салайыншы, Айдос сияқты. Айдос сияқты ма? Азамат сияқты. Кәмені шықтап кеттік. Бүгін планшетімді алып кеттім ба? Просто 60-шы небелге болдым. Мен 30-шы небелде қалдым ғой. Пақай, кеттік. Шықтың ғой, жүршіп кеттік. Мына сенің аймақта болмыш ба? Болмыш, мен сенбеймін. Жан-жан сасып жатып, тесіп өтекші. Анашы нет бізді болмыш дей береді. Қызым, менді түрімізге қара. Бол жадай бер, ұйықтай бер, қазір мен тамақты алып келемін. Жарайды. Енің? Ішінде не бар? Не? Неменені? Есі бір түрлі ғой. Анашым. Менің анашым емес. Қызым, не сен жүрсің? Артына бір бәле қуып баратыр. Нағым? Құтқарыңыздар. Әке, құтқарыңыз. Не болып қалды? Мұнда артында бір бәле қуып баратыр. Тез кірін ішіне. Жеттік ау. Жода адамыз ғой. Жаңалықтың естіген жарсың, соған бола шықпағаны біразы. Менің атырнам сен бет. Мен де оттамашы бір бәле сөздер айтып кетті. Жартысы біздің сыныптағы сеніп қағана қорқып. Сол қорқақ ау деймін. Жода біздің сыныптағы балдардың екі баласы көрмейді ғой. Азамат пен Айдос. Отыра берек мұнда. Кеп қалар. Жода 5 минут қалды ғой, біздің балдарды қорқақ ау деймін. Сол жаңалыққа сеніп жүр ау. Самокатыңды қай қойдың? Мектептің артына болып кеттім. Планшетін тықсай. Алар келіпті? Кепті ғой. Нормально. Не басын? Сол? 60-шы небілден қазір ұтывайын. Достар, кешіңізде бір бәлелер кіріп кетіп атыр. Қоңырау болған сияқты. Балалар, бүгін түгіл екенсіңдер. Тоқта біраз жоқ қой. Ағай, бір жаңалыққа сеніп қорқып қалған ғой. Болтыңыз. Бүгін бірінші сабағы математика. Сендерге кеше тақырып түсіндіргем, сол тақырыпқа бала есеп шығарасыңдар. Мен жауабын кім шығарадым? Әке, қалам бәрін ішіп кетіп басып атыр. Тез, журналдар. Не дейсіз? Сіз кімсіз? Мен полициямын. Полиция екеніңізді білем. Ауылдың
ей қаланың бәрін зомби басып жатыр. Болды, жүріңіздер, кету керек. Әкешем, не болып жатыр?